Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет восточный пахлаваның рецебімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетеміз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Оның үстінен жұмыртқамыздың сары уызын саламыз. Және де қопсытқышымызды саламыз. Осылай барлығын салып, оның үстінен 20-25% қаймағымызды саламыз. Және венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Дәмі өте керемет, жасап көріңіздер. Міне бізде осындай болып шығады. Және ең соңында електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және жақсылап иілейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болу қажет. Және 15 минутқа тұндырып қоямыз. Қамырымыз тұнып болғанша начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін қантымыздың үстіне блендерден өткізілген жаңғағымызды саламыз. Және оның үстінен жұмыртқамыздың ақ уызын саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай начинка пайда болды. Келесі кезекте қамырымызды төртке бөліп, бірдей етіп төртке бөліп, осылай жайып шығамыз. Өте нәзік жұмсақ қамыр болады. Оның көмегімен жақсылап жаясыздар. Мен осылай домалақ пахлава жасаймын. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. 4-3 болсаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде. Міне қамырымызды жайып болғаннан кейін үстінен осылай начинкамызды жайып шығамыз. Осылай бір кезек-кезек қамырымызды жайып қайталаймыз осылай. Қамырымыз өте нәзік болғаннан кейін маған осылай жайып үстіне аударған ыңғайлы. Онды көп қолданғым келмейді. Сол үшін осылай пайдаланамын. Сіздердің өз еріктеріңізше. Қалай өздеріңізге ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Міне біз үшінші слойымызды жағып шықтық начинкамызға. Енді соңғы қамырымызды жайып, пахлавамызды аяқтаймыз. Яғни пешке жібереміз. Өте оңай рецептер. Жасап көруге кеңес беремін. Қонақтарыңызға ұнайды деген үміттемін. Міне біз соңғы слойымызды қойдық. Осылай шетін жабыстырып шығамыз. Әдемі етіп. Және өз қалауларыңызша кесеміз. Мен 3 бұрышты қылып кесемін. 4 бұрышты қылып кессеңіздер де болады. Өз қалауларыңызша өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты жасайсыздар. Осылай кесіп шығамыз. Дәмі өте ерекше. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Және өте пайдалы, себебі ішінде жаңғақ болғаннан соң. Жаңғақ адам ағзасына өте пайдалы. Дастарханның сәнін келтіретін пахлавалардың бірі. Міне осылай жақсылап кесіп аламыз. Және бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз.
жағып шықтық. Келесі кезекте осылай әдемі етіп жаңғақтарымызды қойып шығамыз. Жаңғақтар бүтін болса өте әдемі көрінеді. Сол үшін бүтін жаңғақтар қоюға кеңес беремін. Міне пахлавамыз дайын болды. 180 градусқа 35-40 минутқа пешке жібереміз. Міне пахлаваларымыз пісіп шықты. Иісі өте керемет, дәмді. Енді үстінен осылай балымызды жағып шығамыз. Міне осындай әдемі жылтыр, иісі өте тамаша пахлаваларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Ас болсын.